Руслан Берденовке байланысты ресми ақпарат ұсынды. Қазіргі уақытта Шымкент полиция департаменті мына атқан жігітті, Руслан Берденов атқан жігіттің әйелі келіп, Руслан Берденовті танымайтындығын айтты. Баста ақпарат басқаша таралған. Бұл жерде білмеймін енді. Кімнің қандай ойы болған о баста, кімнің ойына келді бұл жігіттің әйеліне тырыңдаған, сексуалдық әрекет жасаған деген. Білмеймін енді. Индийский сериал болып кететін деп тұр. Менің өзім қарасымен ақпарат нақты өзгере беретін сияқты. Алдағы уақытта да қысым болып жатыр ма, болып жатқан жоқ па, ол жаққа мысалы жігіттің әйеліне дегендей ғой. Енді ресми ақпаратты тағы да күтеміз. Енді екінші жақты баланың да сөзін айтатын адамдар табылар. Жалпы киноға дайындалыңыздар. Иә достар, бәріңіз Руслан Берденовке қатысты ақпаратты талқылап жатырсыздар. Әртүрлі версия айтылып жатыр. Енді мен сіздердің ойларыңызды білгім келеді. Мұның артында мүдделі топ бар ма? Қалай ойлайсыздар? Жалпы белгілі бір деңгейде кәсіпкерлердің болсын, қандай да бір ірі кландардың күші тұр деп ойламайсыздар ма? Яғни тырнақшаның ішінде мафия. Әрине, әркім әртүрлі версияны айтып жатыр. Біреуі Руслан Берденов мырзамен әлгі азаматтың жеке қарым-қатынасын алға тартады. Тағы біреуі жоғарыда айтқандай кәсіпкерлер. Руслан Берденов мырза да кәсіпкер. Осы кәсіпкерлердің арасында конфликтіні нұсқа ретінде ұсынып отыр. Тағы біреуі осы қандай да бір варианттарын айтып жатыр версияларды. Белгісіз енді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Жалпы осындай әкімдіктің қағалдында мемлекеттік қызметкерге оқ жаудыру бізге нені ұқтырды? Не айтқысы келді? Шынымен де оның артында мүдделі топ бар ма? Әлде жай ғана ол жеке азаматтардың араздығы ма? Пікір жаза кетіңіздер. Тоқаев мырза, айтарым сол, қол астыңыздағы жүгірмектер, жүгіріп жүрген әкім сымақ, депутат сымақтар, ақшаны бөліңдер, аямаңдар халықтан. Сендер сайлап атқан, сыйлап атқан халық, шынын айтқанда. Сол халықтың арқасында өмір сүріп атсыңдар. Халықты андай көтеріліске мәжбүрлемеңдер. Бір пәсте халық деген біз ашулымыз, шынын айтқанда бар ғой өзі. Көп адамды қорқау қылып тастағасыңдар. Шығам десе, бір пәсте шығады. Анандай бөлініп, Шымкент, ойбай, батыс мықты деудің қажеті жоқ. Бәріміз бір халықтың баласымыз да, мысалы шын айтқанда, халықты сыйлау керек. Жоғарыдағылар отырып алып, әр күшіктерін жіберіп, ойбай, ананы тексеріңдер, мынаны тексеріңдер. Олар тексермейді. Өздерің бір көздеріңді ашып, бір қараңдашы, бір андай жан-жақтарыңа. Шығып көріңдер ма, бір көрмеген жерлерің болса, көріңдер барып. Мына Астанада мысалы қала, бүкіл қаланы көріңдер, не болып жатыр екенін, жағдай жақсы ма екен деп көрмейсіңдер ғой. Әркім жібересіңдер, частный компанияға өтсесіңдер, ақшаларын бересіңдер, олар істемейді никак. Анау ақша жетпей жатыр, маған жетпей жатыр, материалға жетпей жатыр. Ол бос әңгіме, шын айтқанда. Натуре бөліп, как положено істету керек. Жол мәселесін бірінші реттеңіздер. Сосын жаңағында штрафстан, налогстан деген ол жол істелмей болмайды, қате әңгіме. Налог төлеп жатырық па, төлеп жатырық, штраф төлеп жатырық па, төлеп жатырық. Сол ақшаң бір қайда? Сол ақшаға жолды бітпеген нәрселерді істеңдер. Жоқ нәрсені жамаңдар. Айналып кеп мынау бір ямыларды көрсетіп, сол ямының бәрін жамағаннан пайда жоқ. Мен қазір көрсетем, аралап жүріп, анау өтірік істеп жатқандар смала жамап, жолдың бойында проктазавайт етіп, сосын жол тазалайтын акиматтың нелері, техникалары, сендерге айтарым, жолды андай бір кезде тазаламаңдар, шын айтқанда. Қар бораған кезде таппай қаламыз да, қар жоқ кезде жүресіңдер проктазавайт етіп, шын айтқанда. Қарларын да қысып өтті, аман есен шықтық. Мына жазада сол өтірік жүреді. Көше таза болмаса да, таза болса да өтірік жолдың шетінде. Пробка тазалап етесіңдер, машина ДТП тазалап етесіңдер. Ондайды өз уақытымен істеу керек. Бет алды, не надо өйтіп істеудің. В общем, жоғарыдағыларға айтарым, бүкіл нәрсені қолдарыңызға алыңыздар. Халықты ашуландырмаңыздар. Халық өте ашулы. Бір күн болмаса бір күн тесіп шығады. Тоқаев мырза, лучше орныңызды босатып, болмаса жағдай жасаңыз. Халық тағы да айтам, биліксіз өмір сүре алады. Билікке бағынбай-ақ бір күн өмір сүреміз. Онсыз да өмір сүріп жатыр биліксіз ақша. Шын айтқанда. Билікте бағындыра алмайсыз ба? Пожалуйста, кете берсеңіз болады, смело. Өзіңізбен кеткеннен кейін, ана депутат, бастық, бай бағыландарыңды алып кет. Халық өзі-ақ өмір сүре алады. Мен де халықтың адамын, өмір сүре алам. Жағдай жасаңыздар.
халықты ойлаңыздар. В общем, күтем. Салам алейкум. Если мен іздесеңдер Астана қаласынан болам. Есім Данияр болады. Смело хабарласып тауып алып, ертең іздейсіңдер по-любому ана бір өтірік прокуратура, генерал дегендердің бәрі келеді алдыма ше. Еркекше айтып атым бар ғой, мен алдарыңа бара алам, басым міне. Кесем десең басым міне, алдарыңа барам мен. Любой вопростарыңа жауап бере алам. Мен де қарапайым халықпын. Өтірік соттап, қамап тастап, ондайдың керек емес. Қамалсам қамалатын шығармын бұлардың халқым үшін да. Ондайларды жатыр ана 10 жыл, 20 жылдап өтіріп, болмағыр біреудің бір-бірінің есін жағалап жақпан үшін қамалып кетіп жатыр да. Ол шындық деген тиет по-любому үлкен жоғарыдағыларға отырып алады да. Ой, мынау кім деп ертең отыратын шығар. Шындық деген ол бірінші орында. Жақсы тигізіп тұрып айтпасаң, шындықтың бәрін. Если сенбесеңдер, жүріңдер менімен бірге алып жүрейін қаланы. Қай жерде не болып жатыр, бәрін айтып бере аламын. Оны прекрасно білесіңдер. Көздерін жұмып қарап отырсыңдар сендер. Көз жұмғаннан пайда жоқ. Көзді ашыңдар, көріңдер жан жақ не болып жатқанын. Сонда ғана біз бай мемлекет боламыз. Анау шетелге қарап тамсанасын. Жағдайын жасап тастаған. Солар сияқты өмір сүрейік та ағайындар. Болмайды бұл деген. Салам алейкум үшін. Ал қайтадан шықтық құдай қаласа. Қаланың әрбір жерлерін түсіруге мін. Сарбаева көшесін түсірем бүгін. Өзі бастамасы жаман емес, мынандай ямалардан бастады. Қан кешегі ана жамап жатқан сымақтар, смоламен. Соның бәрін түсіретін боламыз қазір. Именно ана ЖК сенатор, на бетінде ЖК Сардар деген жатыр. Оның арасын мен лишний өзім аралап шықтым. Жаңа үлкен ағаларымды шақырды. Барып солардың несімен, шақыртуымен барып, көріп, не болып жатқан жағдайын бәрін көрдім. О жерін бәрін түсіретін болам. Міне лишний өзім мына жерден бұрыламын да. Қай жерде қандай яма бар, қай жерде мына жердің бір яма. Невозможно. Қазір именно түсіретін жер, и көресіздер өз көздеріңмен. Жоғарыда отқан сымақтар ғой, типа әкімдер жауапты, мекемелер. Тоқаев мырза, сіздің бала шағаңызға мен көрсетейін мына жақтың жолдарын. Адамдар жаяу жүрді атаба мына жақта. Адамдар көрсетпей қойын. Қазір лишний өзін көрсетем мына жақта. Міне невозможно көшеде келіп жатыр қазір мына жақта. ЖК сенатор деген жердікі. Поверните направо. Жауапты мекемелер жақсылап қарау керек. Мына жерде ойбай невозможно. Жаяу жүр десең, жаяу жүріп көрсем мына жақтарды. Мына адамдардың біткеніне қаншама жыл болған, бірақ жолдары невозможно. Парковкасы вообще нашар. Машина қоятын орындарды дұрыс ориентир алып істемеген. Ямадан яма қазір көресіздер. Мен керек емес нәрселерді үйсіп қойып тастайды домдардың арасына. Оның бәрі шын айтқанда ол керек емес нәрселер. Лишний нәрселер ақша құртқанша, құрметті жоғарыдағылар, жолды істеңіздер. Жауапкершілікпен алдыңыздар ма, даканызды аяқтаңыздар, болмайды. Халықты ешқашан үйдеп қорламаңыздар. Наоборот, халыққа көмектесіп қолдау көрсету керек. Ағайындар, қолдау көрсетсеңіздер өте жақсы, олар да сыйлайды. Мынау кешегі жамақ сымақтар анау жолда көрген смоламен хотя бы осын жамап кетіңдер. 2-3 миллион бөлініп жатқан жер хотя бы соғанда. Или бұларды көздерін көрмей жүр ма? Болмаса кендер көрсетейін о жаққа. Бүкіл көшені аралап көрсететін болсам невозможно. Бүкіл жерін аралап көрсете аламын мен. Сол жоғарыдағылар, айналайындар, өсіп өңгірлер, көздері ашық, көкірегі ояулар, үкіметтің адамдары, Тоқаевтың бала шағалар, айналайындар. Істесеңдер шіне аласыңдар. Жегеннен пайда жоқ, семіресің, боқ қып тышасың оны. Боқ қып тышқан жайын алайын. Сол ақшаны пайдалы нәрсеге жұмсасыңдар, пайдалы бір көзге көрінетін нәрсеге істетіп, 2 аптада жоқ болып кететін емес, мәңгілікке қалатындай істеу керек. Шетелге қарап тамсанамыз ғой. Соларға қарап кішкене өсейік та, өскен біз негізі. Өз-өзімізді өшіріп жатырық просто. Халықты ашуландырмай, жоғарыдағылар, Тоқаев мырза деп сөйлейікші лағына. Анау қол астындағыларға өтініш, өзіңіз аралап жүріп істетесіз ба? Бүкіл нәрсені қолға алыңыздар, болмайды бұл, жарамайды. Аралап жүріп түсірсем түсіре берем. Болмаса қасыма шығыңыздар, жүр менімен бірге. Кім барады? Қай депутат сымақ барады екен мен қасыма? Депутатың бар ма? Қандай сымағың бар? Бүкіліңді қасыма ертіп алып жүре аламын мен.
смело менімен бірге жүріп көрем десеңдер, пожалуйста, любой жерге апарамын. Астананың түкпір-түкпіріне апарып көрсете алам. Қай жерде не жағдай болып жатыр. Қозғайтын мәселе көп. Бірінші мына жол мәселесін, двордың арасындағы мәселелерді, мынау кедергі нәрсенің бәрін қолға алыңыздар, істеңіздер. И сосын тағы да айтатын мәселелерді өзім жайлап айтам ертең, көресіздер. Жақсы.